Сабақты оққанбыз, 4-ші сабақтың бастапқы 7-8 сөзін оққанбыз. Одан кейін бір жұма уақытты оққанбыз. Енді қазір 4-ші сабақтың қалған жарты сөздерін оқимыз. Біздің осы сабақтың тақырыбының өзі нечинар, сен қайда барасың? Осындағы енді қайда деген сұрақ. Нар, 3-ші томмен соны жазамыз. Нар. Дегеннің алдында коу, ауыз деген сөз берген. Одан кейін есімізде болсын, ие деген сөз, ай деген сөз осылай жазылады да. Енді нар дегеннің алды қайтеді. Мына иеге қарағанда мына үстіңгі жағы да алдыға шығыңқы тұрады. И ортасындағы екі қыңы да алдына шығып тұрады. Ие деген ай мен наның алдының айырмашылығы. Шу ар дегенді мен алдында көрсеттім. Жи деген қанша деген сөзді оққанбыз. Осылай үсті жабық. Енді мына ар деген сөзіміз қайтеді? Үстіңгі жағы ашық болады. Ар. Енді нар дегендегі на. Бірінші коуды жазып аламыз. Кішкентай. Пе. Хың жы гоу. Хың. Хың, екі хың. Хың пе ван гоу. Шу. Ар дегеніміз пе, шу, ван, гоу, нар, қайда деген сөз. Ал енді келесі сөзіміз нар. 4-ші томмен айтылады да, тез әрі жылдам. Нар. Ол дегеніміз жазылуы кішкене ұқсастау болады. Айырмашылығы мынаның алдында коу бар, мынаның алдында жоқ. Бұл екеуі, бұл қайда деген сұрақты білдірсе, бұл сілтеу мағынасында анда, мында деген сияқты. Анда дегеніміз, мысалы, менің кітабым қайда? Анда. Нар. Бұл жәнегімен ұқсас жазылады да, үй сияқты қып жазамыз. Так, нар. Просто алдында коу жоқ. Мына жерде коу бар. Мынау қайда деген сұрақ мағынасын білдірсе, мынау анда, мында деген мағынаны білдіреді. Ал келесі сөзіміз мен. Біз оқыдық, сен деген сөзді оқыдық. Ни. Сосын кейін ол деген сөзді оқыдық қой деймін. Оққан жоқпыз бәлі. Қазір 3-ші сабақты көрейін. Оқымаппыз, ол деген сөзді. Оқыдық қой. 2-ші сабақты оқыппыз, Ол, мысалы, мен, сен, ол. Ал осындағы ол деген сөзді біз орыс тілінде екіге бөлеміз. Қазақ тілінде ол деп қана айта саламыз. Ал орыс тілінде он или анна деп бөлінеді. Сол сияқты Қытай тілінде де та деген сөзді біз қайттық, ол деген сөзді екіге бөліп жаздық. Біреуі қыз балаға қолданатын, біреуі ұл балаға қолданатын. Екі оқып жаздық. Мен, сен деген сөзді оқыдық. Ни, сен, та дегеніміз ол. Ендігі кезек кім? Мен. Мен деген сөз о. 3-ші томмен о. Бұл
мен деген сөз. О, пе, хан, шоу, ти, шегу, пе, ден. Пе, хан, шоу, ти, шегу, пе, ден. Бұл мен. Мысалы, бару деген сөзді оққанбыз. Чүй, не чүй болса, сен бар. О чүй болса, мен барам. Та чүй болса, ол барады. О, мен. Келесі сөзіміз қайту. Қайту деген сөз қалай? Мысалы, мен мектептен қайтам, үйге қайтам, ертең қайтам. Қой деген сөз қайту. Қой. Үлкен кодың ішіне кішкентай коды жазып қоямыз. Бірінші сыртын жазамыз. Одан ішінде кішкентай коды жазамыз да есігін жабамыз. Бұл қой. Мысалы, мен бүгін қайтам. Мысалы, мен бүгін жинтен қой. Мен бүгін қайтам. Мен бүгін қайтам, сосын кейін тағы да қой шешау. Келесі үйренеміз. Мектепке қайтам. Мысалы, жатақханада тұрып жатқан балалар демалысқа суббота воскресенье сенбі күні үйіне барады, қайтадан мектепке қайтады. Соны қой шешау. Шешау дегеніміз мектеп. Шешау. Келесі сөз. Шешау. Ше деген сөзіміз үйрену деген сөз. Шау. Үйренетін жер деген сияқты сөз. Ше, ден, ти, пе, хан, гоу, хан, пе, шоу, гоу, хан. Шау дегеніміз алды ағаш, му, ден, хан, ден, пе, на. Бұл ше, шау, мектеп. Ше, ден, ти, пе, хан, гоу, хан, пе, шоу, гоу, хан. Шау, хан, шу, пе, ден, хан, пе, ден, пе, на. Бұл шешау, мектеп. Мысалы, мен мектепке қайтам. Қой шешау. Бұл жерге мысалын келтіре кетейін. Артынан кейін өздеріңіз көріп аласыздар. Мен бүгін оқыдық. Қой қайту. Қой шешау. Қой шешау. Мен мектепке қайтам. Ал енді осының екеуінің ортасында біз пысықтауыш, мезгіл пысықтауышын кірдіріп келсек, мезгіл уақытты кірдіріп келсек, мен бүгін мектепке қайтам. Қашан, бүгін. Жинтен бүгін қой шешау. Жинтен қой шешау. Мен бүгін мектепке қайтамын. Мен бүгін мектепке қайтамын. Жинтен қой шешау. Жинтен қой шешау. Мен бүгін мектепке қайтам. Так, енді бұны өздеріміз жазып алайық. Орын алдырмай, үш рет тұрайын. Келесі сөзіміз. Біз қазақ тілінде сау болыңыз деп айтамыз. Сау болыңыз. Орыс тілінде до свидания. Қазақ тілінде көріскенше сау болыңыз. Соны қалай айтамыз? Зайчен. Зайчен.
екеуі де төртінші домен. Е? Зайжен. Зайжен. Зай дегенің сөзіміз тағы да. Жен дегеніміз көрісу. Сонда тағы да көріскенше деген сияқты. Зай. Жен. Зай. Хың. Шу. Хың же гоу. Хың. Шу. Хың. Зай. Жен деген сөзіміз шу. Хың же. Пе. Шу and go. Зайжен деген сөзіміз сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді мен үстіндегі сөздерді өшірейін. Енді қалған бір 2-3 сөз қалды. Келесі сөзіміз кешіріңіз. Мысалы, байқаусыздан бір кісінің аяғын басып кетсеңіз, бір кісіге бір оқыс жағдай істеп қалсаңыз қалай айтасыз? Кешіріңіз. Оны қытай тілінде дөй бу чи. Дөй бу чи. дөй бу чи. дөй деген кейін жалғыз өзі дұрыс деген мағынаны береді. Бу дегеніміз жоқ емес, сонда дұрыс болмады деген сияқты сөз, дөй бу чи. дөй хың пе на хың шо гу ден. бу хың пе шу. шу. хың пе шу. мына жерде ден. бу. чи деген сөзіміз. хың шу. астында үлкенірек хың шу мына жерде. Мына шудың астынан тағы да шу жазамыз. хың пе на. хыңжы хың шу and go. дөй бу чи. кешіріңіз. Ал енді осыған қарама-қарсы біз қалай айтамыз? Мысалы, сізден біреу кешірім сұрап жатса, жарайды, ештеңе етпейді, оқасы жоқ дейміз, Осыны қалай айтады екенбіз? Мэй гуан ши. Мэй гуан ши. Оқасы жоқ. Мэй гуан ши. Мэй гуан ши. Мэй жоқ деген сөз, гуан ши.没关系，没点点七撇横着折横撇那冠点点一个点横астында тен деген сөз.横撇那细撇横撇еще横撇点手勾点点бұл没关系оқасы жоқ. 对不起没关系. Ал келесі бір қосымша бір сөз бар екен. Бізде Астанада президент отыратын үлкен сарайымыз бар, Оны біз Ақсарай деп айтамыз, Біздің елбасымыздың президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отырады, мысалы Астанада. Ал енді Пекинде де қандай Пекиннің бірашықта Бейжің ғой, Бейжіңнің қандай телевизордан үлкен көріністерін, суреттерін берсе, ең алдымен Бейжіңнің
үлкен алғашқы президентінің суреті бар, мынандай үлкен қызыл үй тұрады. Иә, міндетті түрде Бейжіңнің бірден бір негізгі көріністерінің бірі. Иә, бұл Гугун сарайының алдындағы үлкен алғашқы Қытайдың ең бірінші тұңғыш президенті Мао Цзедунның суреті тұратын үлкен қызыл үй бар. Иә, бұны Қытайда Тяньаньмэнь дейді. Тяньаньмэнь. Иә, тен дегеніміз аспан, ән дегеніміз тыныштық, мін дегеніміз есік. Сонда аспандағы тыныштық есігі деген сияқты. Иә, Тяньаньмэнь. Тяньаньмэнь дегеніміз Қытайдағы Бейжіңде бірінші көрінетін ең үлкен өзі әдемі қызыл үлкен қызыл үй бар. Осыны біз Қытайда бұны қалай айтамыз? Тяньаньмэнь. Бұл барлық адамдар Қытай жайында мағлұматы бар адамдардың барлығы білуге тиісті дүние. Тяньаньмэнь. Астындағы мына цайженді өшіре тұрайын. Өздеріңіз көріп аласыздар. Тяньаньмэнь. Тен аспан дегенде, ән дегеніміз тыныштық, мін есік. Мін есік. Тен. Алдында біз оқыдық, оны мен жазбаймын. Мен жерге жай ғана екі хың, пе, на. Ән дегеніміз ден, пе, хың, гоу. Мынаның астында, әннің асты не? Нү деген сөзін ол. Әйел деген сөз. Әйел адам тыныш болса, барлық әлем тыныш деген сияқты сөз. Тен ән, пе, ден, пе, хың. Былайша айтқанда, тыныштықтың барлығы, отбасының тыныштығы, әлемнің тыныштығы барлығы кіммен байланысты екен жерде? Әйелмен байланысты екен, бізбен байланысты екен. Біз тыныш болсақ, біз көңіліміз тыныш болса, отбасымызда тыныш, қоғамымызда тыныш, әлемімізде тыныш. Айналып кеп, адам өмірінің көбі кіммен байланысты? Әйел адам бізбен байланысты екен. Мін дегеніміз есік. Шу, ден, хың, жы, гоу. Бұл міне Тяньаньмэнь. Тяньаньмэнь. Бұл енді аударылмайды бұл. Өйткені бұл бір ненің құрылыстың аты үлкен. Мао Цзедунның суреті тұрады. Әдетте арасында байқасаңыздар, Қытай жайында Пекинді көрсеткен кезде бұл сурет міндетті түрде алдымен шығады. Тяньаньмэнь. Бұл аударылмайды. Тяньаньмэнь. Так, біз бүгін 9 сөзді үйрендік. Енді мен осы 9 сөздің оқылуын сіздерге көрсетіп берейін. Сіздермен бірге оқыңыздар. Басында 3 рет, ортасында 2 реттен оқимыз. Біз оқыдық бірінші нар, қайда, нар. Екінші сөзіміз нар, анда, нар, анда, нар. Мен, қайту, 学校 мектеп 学校 再见 сау болыңыз 再见 对不起 кешіріңіз 对不起 没关系 оқасы жоқ, ештеңе етпейді. 没关系 Тяньаньмэнь. Так, сонымен бұл барлығы 4-ші сабақтың сөздері. Бірінші сөзі 今天
бүгін, 今天, 天, аспан, 天, 昨天, кеше, 昨天, 星期, апта, 星期, апта, 星期一, дүйсенбі, 星期二, сейсенбі, 星期三, сәрсенбі, 星期四, бейсенбі, 星期五, жұма, 星期六, сенбі, 星期天, жексенбі. Ji, ji, неше, қанша. 二, екі, 二, 三, үш, 三, үш, 四, төрт, 四. Нар, қайда, нар, нар. Анда, нар. О, мен, о. 回, қайту, 回. 学校, мектеп, 学校. 再见, сау болыңыз, 再见. 对不起, кешіріңіз, 对不起. 没关系, оқасы жоқ, 没关系. 天安门, 天安门, 天安门. Жақсы достар, міне бұл барлығы 4-ші сабақтың сөздері. Тиіні 14 сөз депті, оған 7 сөзді қоссақ 21 сөз, оның сұртында тенәннің сөзі бар, сонымен 22 сөз. Бұл 4-ші сабақтың сөздері. Сіздерді жақсырақ сөздерді жазып, жаттап алады деп сенемін. Сау болыңыздар.